Сәлеметсіздер ме студенттер, сіздермен бірге Алмамет командасы, және бұл видеода біз рецепт жазуды қарастыратын боламыз. Рецепт жазбасы алдымен бізге рецептура және жалпы рецептура сөздеріне сипаттама беруіміз керек. Рецептура бұл дәрілік заттарды жазу, дайындау және босату ережелері мен қағидаларын зерттейтін ғылымның саласы. Ал рецептура, то есть жалпы рецептура және рецепт бұл құжат. Бұл құжатта дәрігер науқасқа дәрілік затты дұрыс, заңды және нақты түрде жазуын, ал фармацевттердің оны дұрыс дайындап, босатуын қамтамасыз етеді. Және бізде рецепттің қағидалары мен ережелерін ажыратады. Қағидаларына ол яғни рецепе сөзінен басталу керек. Ал деген сөзді білдіреді. Латын тілінен рецепере сөзінен шыққан. Алу деген, кейіннен датализ дозис, яғни немесе ДДД деп қысқартсақ болады. Кейін нумерация, и яғни бұл осынша мөлшерде бер деген сөз. Сигна немесе да сигна, немесе сигнатур, немесе просто қысқартылған түрде с деп жазсақ болады. Бұл анықтама, яғни осылай қабылдаңыз. Ол орыс тілінде немесе қазақ тілінде жазылу керек. Бұл именно пациентке жолдама, яғни ауырсынғанда күніне 3 рет ішіңіз, яғни ішу, немесе тамақтан кейін. Бұл жер өзі есепте беріліп тұрады. Ал ережелеріне келетін болсақ, ол дәрінің атын дұрыс жазу, формасын дұрыс жазу, дозасын дұрыс жазу, и санын дұрыс жазу, и анықтаманда вообще қате кетпеу керек. Өйткені бұл именно пациентке жолдама. Сол себепті оңай тілінде, қазақ тілінде жазу қажет. Және рецепттің бізде екі түрі бар, ол қысқартылған және толық. Қысқартылған түрі алдарыңызда тұр. Бұл жерде тек таблетка, яғни лекарственная форма, дәрінің формасы. Таблетканың аты, яғни препараттың аты, дозасы жазылады. Одан кейін мөлшері и просто анықтама. Ал толық түрінде, егер есепте иіс беретін, дәм беретін, яғни қосымша препараттар болатын болса, астына жазамыз. Мынау препараттың формасы мына жерге жазылады. Яғни ин таб. Ин табулетис. Осылай жазылады, ал сигна дәл сол қалпында тұрады. Немесе осы жазылған препараттардың ішінен басқа бір дәрілік форма шығатын болса, немесе сұйық, немесе қатты форма шығатын болса, ол жерде уже тағы да бір қосымша жол жазылады. Латын тілінде бізде 5 септік бар, және 2 септеу бар. Ең жиі кездесетін бірінші септік ол номинативус, екіншісі генитивус. Яғни осы 2 септік жиі кездеседі. Бірінші септік номинативус атау септік n әрпімен белгіленеді, кім не деген сұраққа жауап береді. Генитивус g әрпімен белгіленеді, ілік септік кімнің ненің деген сұраққа жауап береді. Бірінші септеу және екінші септеу, бірінші септеуде орыс тілінен қарайтын болсақ, ол женский родпен аяқталады. Ал екінші септеу ол мужской родпен аяқталады, немесе средний родпен. Бірінші септеу жалғаулар ол а, ае, ам. Бұл жекеше түрде, ал көпше түрде ае, арум, ас. Таблетта бұл просто атаусыз септік болатын болса, таблетка, ал ілік септікте е жұрнағы қосылады. Таблетканың, таблетта е. Ал акусативуста табыс септікте кімді нені деген сұраққа жауап беретін болса, табулеттам, таблетканы, нені, таблетка. Септеу ол, яғни мужской родта және средний родта. Мен ойымша бұл ең оңайы, өйткені барлық дауыссыз дыбыспен аяқталатын әріптерге просто и қосылады. Ілік септігінде генитивуста, яғни сирупус болса, сирупус с-тен бітетін болса, сирупи, яғни ілік септігінде сирупи. Сирупус, яғни сироп, сирупус атау септігінде, ал ілік септігінде сирупи. Унгуентум, май, яғни унгуентум дауыссыз дыбыстан аяқталып тұр. Атау септігінде просто унгуентум өзі жазылады, ал ілік септігінде унгуенти. Менің ойымша ең оңайы осы деп ойлаймын. Так, және бізде 3-ші, 4-ші және 5-ші септеулер бар. 5-ші септеу тіпті кездеспейді деп айтсақ та болады. Сол себепті оны қарастыру өте особо маңызды емес. Сол себепті 3-ші септеуге тек бізде ерітінді жатады, яғни көбінесе ерітіндіде тек қана 3-ші септеу қолданылады. Яғни мужской род, женский род, средний род. Генитивуста иіс шалынатын болса, салутиоға салутионис иіс шалынады. N просто жұрнақ ретінде роль атқарады. Яғни салутио атау септігінде, ал ілік септігінде салутионис, яғни ерітіндісі деген мағынаны білдіреді. Иіс ерітіндісі. С деген мағынаны білдіреді, сөзді білдіреді. 4-ші септеу көбінесе мужской және
средний родта кездеседі. Мужской род уыс болып қала береді ілік септігінде, ал средний родта уға тек с жалғанады. Мысал спиритус яғни спирт, спиритус усқа бітіп тұр атау септігінде, просто өзі аты осындай, ал ілік септігінде тағы сондай ус болып қала береді. Ал енді рецепт жазуға көшетін болсақ, бірінші қатты дәрілік заттардан бастаймыз. Оларға таблетка, драже, гранула, ұнтақтар және капсулалар жатады. Бірінші таблеткадан бастайтын болсақ, таблетка дегеніміз бұл негізінен ұнтақ күйінде жасалатын дәрілік зат, бірақ кейін басу арқылы қатты қалыпқа келетін таблетка, то есть дәрілік зат. Ол тек ішке қабылданғаннан кейін ғана әсерін көрсетеді. Бізде есепте мерказалил берілген 0,005 таблеткада рецепт, яғни ал деген сөзі нүкте и қос нүкте жүреді. Яғни бұл өте маңызды, өйткені бұл рецепттің ережесіне кіреді, және ертең сессия рубежкаларда осы үшін 10-15 балл алып тастауы мүмкін, немесе даже 50 балл алып тастауы мүмкін. Сондықтан ұмытпай жазу керек. Көбінесе осына студенттер ұмытып кетеді. Кейіннен мерказалил, яғни мерказалил екінші септеуде мужской родта тұр, и сол үшін просто и жұрнағын қосамыз. И дозасы 0,005, 0-дің 1000-5. Кейіннен даталистозис. Бұл жерде даталистозис кішкене мерказалилдің астына тұру керек. Осы линияда тұру керек барлығы. Сол себеп тек рецепт қана абзацқа шығып тұрады. Даталистозис, яғни қанша мөлшерде беру керек? 50 таблеткада. Яғни табулеттис, тоғына жасақ табулеттис болады, ал егер мерказалилдің алдына апаратын болсақ, табулетта. Осы жерде жазуға да болады. Тап деп, и точка деп, мерказалил деп жазуға болады, ешқандай қате емес. Кейіннен осы сан, осы мөлшер сіздерде рубежка сессияда берілмейді. Сол себепті сіздер өздеріңіз қалаған санды жазсаңыздар болады. Тек ол 10, 20, 30 сияқты болу керек. Ал ертең жұмысқа, яғни дәрі назначить етсеңіздер, бұл санды обязательно өздеріңіз білулеріңіз керек. Кейіннен сигна тоже нақа жазылу керек. Сигна, досигна, сигнатур разница жоқ. Тамақтан кейін ішке 3 рет бір таблеткадан. Осы пункт тек орысша немесе қазақша әріптермен жазылу керек. Ал енді драже. Драже бізде қант немесе басқа материалдармен қапталған таблеткалар. Олар дәрінің дәмін жасыру үшін және асқазанға тиімді ену үшін ғана қажет. Біздің есепте құрамында 0,05 грамм диазолин бар, 20 драже тағайындаңыз деген. Бір драже күніне 2 рет. Рецепе драже диазолини, яғни тағы да мужской род и екінші септеу. Просто и қосып саламыз. И доза. Драже деген сөз не склоняется, яғни септеулерге бөлінбейді. Даталистозис номер 20, яғни 20 драже беріңіз деген. Сигна бір драже күніне 2 рет. Ешқандай қиындық жоқ. Енді гранулалар келесі кезекте. Гранулалар бұлар дәрілік заттардың кішкентай түйіршіктері, бұларды сұйықтықпен араластырады немесе ішке қабылдайды. Енді парацетамол гранулаларын 500 мг жаз деп келінген. Енді рецепе, ал гранула деген, мысалы, е қоспай жасақ өзі просто гранула деген сөз. Ал рецепте уже атау септігінде е қосылады, яғни дауысты дыбысты болғаннан кейін е қосылды, ал мына жерде дауыссыз дыбыс болғаннан кейін и қосылды. Парацетамоли, гранула е, парацетамоли 500 мг. Сигна бір шай қасық гранулаларды суға араластырып ішіңіз деген. Бір жақсысы гранула ұнтақ капсулаларда, бұлар тек бір рет қана қолдануға арналған дәрілер, сондықтан даталистозис керек емес. Сондықтан оның жазудың қажеті мүлдем жоқ. Келесі, ол ұнтақтар. Ұнтақтар бұл дәрілік заттардың ұсатылған түрлері. Олар түрлі еріткіштермен қосылады, немесе сыртқа немесе ішке қолдануға болады. Парацетамол ұнтағының 1 грамм жаз деген. Рецепе пульвис, яғни пульвис деген сөз ұнтақ деген сөз білдіреді, яғни ол септеуге бөлінбейді. Ал парацетамоли деп септеуге бөлінеді, яғни тағы да атау септік, мужской род и жұрнағы қосылады. 1 грамм сигна, 1 грамм ұнтақтағы суды ертіп ішіңіз деген. Келесі есеп, амоксилин 500 мг капсулалар. Капсула дегеніміз бұл желатин қабықшамен қапталған дәрілік заттар. Олар ішіндегі белсенді заттарды қорғау немесе оның жасыру, дәмін мақсатында қолданады. Яғни дәмін жасырады және свойствосын, яғни қасиеттерін жоғалтпайды. Амоксилин 500 мг капсулалар деп келінген. Рецепе капсула. Капсула деп негізі есі жазылады.
атау септігінде. Мына жерде тоже ілік септігі, мынау атау септігі. Атау септігінде капсула, ілік септігінде е жұрнағы қосылады, яғни дауысты дыбыстан біткен екен. Амоксициллин и жұрнағы қосылады, дауыссыз дыбыстан біткеннен кейін, и доза. Сигна бір капсула таңертең және кешке тамақтанудан кейін деп келген. Осымен қатты дәрілік заттарға рецепт бітті. Ал енді кезекте суспензиялар. Суспензиялар дегеніміз бұл суда немесе басқа сұйықтықта ерімейтін заттардың бөлшектермен дайындалған сұйық форма. Бұларды қабылдау алдын шайқау керек, всегда шайқау керек. Біздің есепте құрамында 0,5% паратрихомоноцит бар вазелин майында дайындалған 50 мл стерильді суспензияны жазу керек. 10 мл-ден қуыққа енгізу үшін қолдану алдында шайқау керек. Яғни трихомоноцит, то есть рецепі, ал трихомоноциди 0,25. 0,25 қайдан шықты деген сөз. Бұл трихомоноциддің мөлшері, 0,5% суспензияның 50 мл-дегі көлемі, өлшемі 0,25 грамм зат болады. Сол себепті 50-ді 0,5-ке көбейттік те 25 граммды алдық. 0,25 граммды алдық. Алей вазелини, алиум, яғни тағы да и болды, вазелини дәл сол қалпында қалды. Яғни ад 50 мл делінген, яғни вазелин майы қосылады, жалпы көлемі 50 мл-ге дейін жеткізіледі деген. Яғни ад деген қосылу и қосылғаннан кейін 50 мл болды деген сөз. МФ суспензия, яғни араластыр, миск фиат араластыр деген сөзді білдіреді, и суспензия, яғни суспензия жаса деген сөз. Ал мына стерилизатор дегеніміз стерилденсін деген бұйрық, фармацевтке бұйрық, яғни стерилдеу керек, и досигна белгіле 10 мл-ден қуыққа енгізу үшін қолданар алдында шайқау керек. Осылай суспензия түсінікті деп ойлаймын. Келесі бізде эмульсия. Эмульсия дегеніміз ол екі өзара ерімейтін сұйықтардың қоспасы. Оның негізінде май мен су жатыр, яғни екеуі қосылмайды, тек дисперсленеді. Есептің берілгені эмульсия алей корис аселли 30 мл 200 мл-ден делінген. Досигна 2 рет қабылдауға тағайындау үшін. Рецепі ал олей корис аселли треска баурын майы 30 мл деп келінген. Желатоза, бұл желатоза эмульгатор, яғни желатоза 15 грамм. И су, тазартылған су қосу үшін 200 мл. Яғни тазартылған су жалпы көлемін 200 мл-ге жеткізу үшін деген. Общий жалпы көлем 200 мл болғанша су қосылады. И мискефиат эмульсия, араластыр, эмульсия жаса деген сөз. Мынау эмульгатор, тазартылған су, фармацевтке жолдама, яғни араластыр, эмульсия жаса деген. Ал мынау препараттың аты. Досигна 2 рет қабылдауға тағайындау үшін делінген. Яғни науқасқа қолдану нұсқауы.